Бәріңе сәлем достар, сіздермен мәңгілік футбол арнасы. Біз сіздер үшін кезекті футбол жаңалықтарын дайындадық. Бізге қолдау көрсеткіңіз келсе, лайк басып, каналға жазылсаңыздар жеткілікті. Біз видео шығаруды тоқтатпаймыз. Көп созбайық, біз бастаймыз. Осы жазда Ньюкасл шейхтары трансферді шулатпақшы. Олар өткен қыстың өзінде топ ойыншыларды сатып алуды көздеген. Бірақ топ ойыншылар дәрежесі төмен командада ойнағылары келмейді. Бұған тек Киран Триппер ғана келісті. Оның өзі қомақты қаражатқа бола. Шейхтар таңдауларын өзгерткен секілді. Олар енді қомақты жалақы үшін дәрежесі төмен клубта ойнауға дайын ойыншыларды шақыратын болады. ESPN басылымының хабарлауынша Ньюкасл Атлетиканың жартылай қорғаушысы яғни Карасканы сатып алуды көздеп отыр. Караска Диего Симеоне үшін маңызды ойыншылардың бірі. Бірақ клуб ойыншы үшін 60 миллион евродан асатын ұсыныс алса, ойыншыны сатуға дайын. Ньюкасл үшін ақша мәселе емес. Бұған Карасканың өзі де қарсы емес болар. Кезінде ол қомақты жалақы үшін Қытайда да ойнаған. Ал қазір Қытайға қарағанда дәрежесі жоғары Англия премьер лигасында ойнай алады. Почеттино ПСЖ бас бапкері қызметінен кететіндігі құпия емес. Жаттықтырушы париждіктерді ешқандай жетістіктерге жеткізе алмады. Әрине, Лига 1-ді санамағанда. Шейхтар аргентиналық маманға екінші мүмкіндік бермейтін болды. ПСЖ-ні келесі маусымда баптауы мүмкін жаттықтырушылар Зинедин Зидан және Антони Канте. Бірақ француз ұлттық құрамаларды баптағысы келсе, Антониге Тоттенхемде бәрі жақсы. Кантенің Лондоннан кетуі екіталай. Foot Mercato басылымының хабарлауынша ПСЖ спорт директоры Леонарду Порту клубының жаттықтырушысы Сержио Ксенсеомен келіссөздер жүргізген көрінеді. Португалдық қуана-қуана астаналық команданы жаттықтыруға дайын. Бірақ ПСЖ басшылығы әлі ойлану үстінде. Жаттықтырушының кеткендегі төлейтін сомасы 10 миллион евроны құрайды. Париждіктер үшін бұл мәселе емес. Бавария Садио Манені алғылары келіп отырғандығы алдыңғы шығарылымдарда айтылды. Бірақ енді ПСЖ сенегалдықты өз командаларына алуға нықтап кіріскен көрінеді. Билд басылымының хабарлауынша, егер Мане Ливерпульдан кететін болса, 100% Парижге барады. Шейхтар Манеге үлкен жалақы мен Мбаппенің орнын ұсынып отыр. Ливерпуль жанкүйерлерінің өкінішіне орай Мане Мерсисайдте қалғысы келмейді. Скаузерлер Манеге ПСЖ бергелі отырған жалақыдан көбірек бере алмайды. Тіпті команда үшін маңызы зор Мухаммед Салахтың өзі де Ливерпульдегі жалақысына көңілі толмай жүр. Сондықтан Маненің клубтан кету мүмкіндігі өте жоғары. Ал Париж үшін Мане Мбаппенің орнына өте жақсы нұсқа. Бенфиканың шабуылшысы Дарвин Нунес АПЛ топ клубтарының ұсынысынан бас тартты. RMC Sport басылымының хабарлауынша, ойыншы Манчестер Юнайтед пен Ньюкаслдың ұсынысынан бас тартты. Нунес Чемпиондар лигасында ойнағысы келеді. Эрик Тен Хаг уругвайлықта манкуниандықтардың құрамында қатты көргісі келген. Бірақ болмады. Енді оған басқа ойыншыларды қарастыру керек. Ньюкасл үлкен жалақы мен команданың негізгі ойыншыларының қатарынан орын ұсынған. Бірақ бұл ойыншыны көндіре алмады. Нунес жақында Жорже Мендешпен жұмыс жасауды бастады. Ал агент қазір ПСЖ президентімен келіссөздер жүргізуде. ПСЖ уругвайлық үшін ең жақсы нұсқа. Жас ойыншы әлемдік топ ойыншылардың қасында үлкен тәжірибе жинап Чемпиондар лигасына қатысатын болады. Ал париждіктер кеткелі отырған Мбаппенің орнына болашағына үлкен үміт күттіріп отырған жас талантты ала алады. Ал Дибала болса ауысатын команда таппай жүр. Алдында ойыншы маған тек Индер керек, басқа клубтарға ауысу ойында да жоқ деген болатын. Бірақ келіссөздердің созылғанына қарап, ойыншы басқа клубтармен де келіссөздерді бастаған секілді. ESPN басылымының хабарлауынша, ойыншының агенті Лондонға ұшып келді. Және қазір агент Арсенал, Ньюкасл және Манчестер Юнайтедпен келіссөздер жүргізуде. Бұл үшеуінен бөлек аргентиналыққа Тоттенхем қызығушылық танытып отыр. Дибала Тоттенхеммен келісімге келіп қойды деген өсек аяңда естіліп жатыр. Тоттенхемнің спорт директоры Фабио Паратич бұрын Ювентуста жұмыс жасаған және Дибаламен таныс. Ол ойыншыны Лондонға ауысуға көндіре алуы мүмкін. Достар, бүгінгі жаңалықтар осымен тәмәм. Соңғы жаңалықтарды өткізіп алмау үшін каналға жазылып кетуді ұмытпаңыз. Бүгінгі жаңалықтар бойынша өз ойларыңыз болса, комментте жазсаңыздар болады. Ал біз қоштаспаймыз. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.